Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге бүгінгі видеода ашық бағдарламасын өз ұялы телефонымызға орнатуды және де осы ашық бағдарламасымен жұмыс істеуді көрсететін боламын. Ең алдымен өз ұялы телефонымыздағы Play Marketті ашамыз. Іздеу жолағына ашық деп жазамыз. Келесі ең бірінші тұрған ашық батырмасын басамыз. Өз ұялы телефонымызға орнату үшін жасыл батырманы басып орнатып аламыз. Бағдарлама орнатылды. Енді басты экраннан ашық бағдарламасын басып ашамыз. Ары қарай өзімізге қажетті тілді таңдаймыз. Енді осы жерге өз ұялы телефонымыздың нөмірін жазамыз. Астыңғы жағында келісімнің батырмасын басамыз. Ары қарай кіру батырмасын басамыз. Енді SMS арқылы код келу керек. Сол кодты жазамыз. Ары қарай растау батырмасын басамыз. Келесі кіруді тіркеу батырмасын басамыз. Сол кезде осындай QR кодты сканерлеуге арналған терезе пайда болады. Мекемеде орналасқан QR кодқа осы терезені жақындатамыз. Егер сізде жасыл түс байқалса, яғни бұл шектеусіз емін-еркін жүруге болады деген сөз. Ал сары түс шығатын болса, басқа қоғамдық орындарға баруға тыйым салынады. Қызыл түс байқалатын болса, мұндай мәртебе иелері үйде оқшаулану тәртібін қатаң сақтау қажет.